Қайырлы күн, сіздермен бүгін мен Үсіпбек Темірлан. Сіздерге қазақ жеріндегі ерте темір дәуірі, яғни сақтар туралы айтып беретін боламын. Бірінші сұрақ: сақ тайпаларының саяси тарихы. Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың басында Қазақстан жерінде қалыптасқан алғашқы ірі тайпалық бірлестіктердің бірі. Ежелгі деректерде олардың әртүрлі атаған. Мысалы, парсылар саха, гректер скифтер, Қытай жазбалары се деп атаған. Сақтарды бірнеше ірі топтарға бөлуге болады. Бірінші топ Тиграхауда сақтары, шошақ бөрікті сақтары. Олар негізінен Жетісу мен оңтүстік Қазақстанды мекендеген. Екінші сақтар Парадая сақтары, теңіздің арғы жағындағы сақтар. Бұлар Каспий теңізінің маңында, Арал теңізінің өңірінде қоныстанған. Үшінші Хаумаварга сақтары, хаума сусынын дайындайтын сақтар. Олар қазіргі Түркменстан жеріндегі Мургаб аңғарында тұрған. Сақ тайпалар көрші елдермен жиі соғысып отырған. Біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы Кир сақтарға қарсы жорық жасайды. Ол Тамирис ханшайымның жеріне басып кіріп, сақтардан ойсырай жеңіліп, Кирдің өзі де сол жерде қаза табады. Бұл оқиға сақ халқының ерлігі мен тәуелсіздікке деген ұмтылысын көрсетеді. Кирден кейін біздің заманымыздан бұрынғы 519 жылы бірінші Дарий сақтарды бағындырмақ болып үлкен әскермен жорыққа шыққан. Алайда сақтар парсылардың қуатты әскермен тікелей шайқаспай көшіп-қонып соғысу тактикасын қолданған. Далада соғыс тәсілін жақсы меңгерген сақтар Дарийді де жеңіске жеткізбей кейін шегінуге мәжбүр етті. Және де біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда Александр Македонский де сақтарға қарсы жорық жасайды. Ол Орта Азия арқылы Қазақстанға қарай беттегенде сақтар оған қатты қарсылық көрсеткен. Тіпті грек тарихшылары сақтардың ерлігін ерекше атап өтеді. Сақ тайпалары саяси жағынан бір орталыққа бағынбаған, бірақ сыртқы жауға қарсы біріккенде күшті мемлекеттердің өзіне тең дәрежелі қарсы тұра алған. Екінші сұрақ бізде сақтардың пайда болу туралы аңыздары. Бірінші аңыз бұл бізде грек аңызы Геракл және жылан әйел. Грек тарихшысы Геродот сақтардың арғы тегін Гераклмен байланыстырады. Аңыз бойынша Геракл Еуразия даласына келгенде бір ғажайып жаратылыс иесін кездестіреді. Оның үстіңгі бөлігі әйел, ал төменгі бөлігі жылан еді. Геракл оған қонақ болып, кейіннен олардан 3 ұл туады. Сол 3 жылдан скифтер, яғни сақтар тараған деп айтылады. Бұл аңыз сақтардың гректердің батырларымен, құдайларымен теңестіріп, оларды ержүрек халық екенін көрсету үшін шығарылған. Кейінгі археологиялық қазбаларда табылған алтын әшекейлерде жылан бейнелері жиі кездеседі. Бұл аңыздың сақта дүниетанымының байланысы бар екенін дәлелдейді. Екінші аңыз бұл Иран аңыздары, Фаридун және оның 3 ұлы. Иранның көне кітабы Авеста кітабында сақтар туралы да айтылады. Аңызда Фаридун атты ұлы патша 3 ұлын 3 жаққа аттандырады. Олардың біреуі Тұран еліне ие болып, сақтардың арғы бабасына айналады. Сондықтан парсылар сақтары Тұран ұрпақтары деп санаған. Осы себепті ирандықтар мен сақтар арасында жиі соғыстар болып тұрған. Шахтама дастанында сақтар мен ирандықтардың шайқастары суреттеледі. Ол жерде сақтар ержүрек, айлакер, жауынгер ретінде бейнеленген. Үшінші өзіміздің қазақ аңыздары. Қазақтар сақтары шошақ бөрік киген халық деп есептеген. Қазақ аңыздарында сақтар аңшылықпен, мал бағумен айналысқан. Шошақ бөрік киген жауынгерлер халық ретінде суреттеледі. Аңыздарда олардың батыр әйелдері де жиі кездеседі. Бұл Тамирис ханымның бейнесіне ұқсайды. Тамирис пен Кир туралы аңыз. Кир сақтарға қарсы жорық жасайды. Аңыз бойынша Кир әуелде айламен Тамиристі жеңбек болады. Ол сақ әскердің бір бөлігін араққа мас қылып тұтқынға түсіреді. Бірақ Тамирис одан қорықпай үлкен шайқасқа шығады. Нәтижесінде сақтар Кирдің әскерін талқандайды. Тамирис Кирдің басын шаптырып, қан толы торсыққа салып, аш көздігің үшін сені қанға тойдырамын дейді. Бұл аңыз сақ әйелдерінің ерлермен тең дәреже соғысқанын, қоғамда үлкен рөл атқарғанын көрсетеді. Бесінші аңыз бұл бізде Геродот жазбалары. Геродот сақтарды жер бетіндегі ержүрек халықтың бірі деп суреттеген. Оның айтуынша сақтар садақты ерекше шебер қолданған, ат үстінде соғысқа теңдесі болмаған, өздерінің еркіндігін бәрінен жоғары қойған. Үшінші бізде сақ қоғамның құрылысы және шаруашылығы. Сақ қоғамы қатты реттелген, қатаң тәртіппен басқарылған қоғам. Олар 3 әлеуметтік топқа бөлінген. Біріншісі жауынгерлер, қоғамдағы негізгі билік иелері. Оларды қызыл түсті киім кию арқылы
ажыратқан, елін сыртқы жаудан қорғаған әскер басшылары осы топтан шыққан. Екінші, абыздар, діни салт жораны атқарушылар, олар ақ киім киген. Үшінші, бізде малшылар мен егіншілер, халықтың негізгі бөлігі, олар сары түсті киім киген. Олар қоғамды азық-түлікпен қамтамасыз еткен. Бұл үш топтың арасындағы байланыс сақтардың тұрақтылығы мен дамуына негіз болған. Сақтардың шаруашылығы. Сақтардың тұрмыс тіршілігі әр аймақта әртүрлі болды. Мысалы, оларды көшпелі мал шаруашылығы жыл бойы малды жайылымға айдап жүрген, әсіресе жылқы мен қойды көп өсірген. Жылқыны олар соғысқа да тұрмысқа да кен пайдаланған. Екінші, жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Қыста қыстауда, жазда жайлауда отырған. Мұндай жүйе көбінесе Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда көп тараған. Үшінші, отырықшы егіншілік. Сырдария, Су, Талас өзендерінің бойында болған. Тары, бидай еккен. Қолдан арық қазып, жер суарған. Қол өнер мен металл өңдеу. Сақтар алтын мен қоладан қару-жарақ, әшекей, тұрмыстық бұйым жасаған. Әсіресе зергерлік өнері дамыған. Сақтар алғашқы болып атты әскер құрған халықтардың бірі. Ат үстінде шауып келе жатып садақ ату әдісін жетік меңгерген. Олар тіпті ең алғаш болып қос өркеші түйені де үйреткен. Әр ру тайпаның өз тамғасы болған. Бұл кейінгі қазақ руларының таңбаларына негіз болған. Төртінші, бізде сақ тайпалар мәдениеті ант стилі. Сақтардың мәдениеті өте бай, әрі өзіндік ерекшелігін тарихта қалған. Олардың мәдениеті көбінесе жаратылыспен жануарлар әлемінен тығыз байланысты болды. Ең алдымен сақ өнерінде ерекше орын алған бұл ант стилі. Ол біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда пайда болған. Ант стилінде бізде әшекейлерде, киімдерде, қару-жарақтарда көбінесе бейнеленген. Мысалы, оларда арыстан, барыс, бұғы, қанатты ат, қасқыр сияқты бейнелер жиі кездеседі. Бұл тек әшекей үшін емес, терең мағынаға ие болған. Әр ән сақтарға күштің, қасиеттің белгісі болып саналған. Мысалы, бұғы тектілік пен әсемдіктің нышаны. Қанатты ат еркіндік пен жеңістің символы. Тағы да сол сияқты. Археологтар тапқан ескерткіштер сақ мәдениетін айқын көрсетеді. Ең бірінші бұл Есік қорғанынан табылған 1969 жылы алтын адам. Оның киімінде 4000-нан астам әшекей бар. Барлығы ант стиліне жазылған. Екінші, Бесшатыр қорымы. Жетісу жеріндегі сақ көсемдерінің жерленген орны. Үшінші, Шілікті қорымы. Шығыс Қазақстаннан табылған тағы бір алтын адам. Сақ мәдениетінде тек әшекей емес, зергерлік, қол өнер, металл өңдеу жақсы дамыды. Олар алтыннан, қоладан қару, тұрмыстық бұйым, сәндік заттарды жасады. Сақтар киімдері өте ерекше болды. Олар көбіне жүннен, теріден жасалған. Ал әскер басшылары мен көсемдер алтынмен безендірген сәнді киім киген.